өзімнің аз ғана топ коллективімен ұлан байтақ Қазақстанның сан түкпірін, одақтық республикаларында талай жерлерін араладым. Артистердің өмірі солай ғой. Гастрольмен жиі шет елдерге де шықтым. Тіпті бір елге бірнеше рет барған кездерімде болды. Мысалы, Чехословакияда 11 рет, Польшада 6 рет, Италияда 2 рет, Индияда 2 рет болдым. Индияға бір жолы 1955 жылы Хрущевпен бірге барып қайтқанда кезім болды. Роза Багланова. Первая эстрадная певица Казахстана. Роза Багланова. Народная артистка. СССР халық артисі. Бұл жоғары таққа ол Қазақстан эстрада әншілері арасынан бірінші болып ие болды. Вели своеобразный дневник. Біз кинодокументалистер еліміздің киностудияларында Роза Багланова өмірінің Ұлы Отан соғысы жылдарындағы және ондаған жылдар бойы үздіксіз өнер аспанды самғау кезеңдерін лентаға түсіріп, өзіндік бір күнделік жасаған едік. Вообще, экран ничего не прощает. Қысқасы, экран ештеңені кешірмейді. Сәл мүлт кеткенің айнадағыдай көрініп тұрады. Нет, я всегда... Сахнаға халық алдына шығу аса жауапты іс. Кейде кейбір атағы жоғары артистеріміз аядай колхоз клубына не даярлық керек деп жатады. Жоқ, мен олай етпеймін. Қандай сахна болмасын, даярлықсыз шықпаймын. Мен үшін сахнадан киелі, одан қасиетті ештеңе жоқ. Кейде әншілеріміз мұны әнді халық қабылдайды, мұны әнді қабылдамайды деп жатады. Меніңше, бәрі әнді айта білуге, халық жүрегіне жеткізе білуге байланысты. Мәселен, мен неміс, швед, тағы басқа халықтардың әндерін айтып жүрмін. Әнді түсінбеген, қабылдамаған халықты еш қашан кездестірген емеспін. Тек айта білу керек. Бұл 1949 жылы түсірілген кинодокумент Будапешт. Совет одағы жастар өкілдерінің жастар мерекесіне Будапешт фестиваліне келе жатқан беті. Венгрияның әрбір станциясына тоқтаған сайын, сол өңірдің қалалар мен селоларынан жиналған халық 1 минутқа болса да поезды тоқтатып, күні кеше әкелері, бауырлармен бірге Венгрияға бостандық әперген совет жауынгерлеріне деген шексіз ризашылығын білдіріп, совет жастарының жүзін жақынырақ көруге құштар. Могучий Советский Союз, гордость, надежда и знамя всего трудового человечества. Великий Сталин, полководец битвы за мир. Флаги 16 братских республик осеняют нерушимое содружество советского народа. Үлкен опера театрының залы.
Совет жастарының концерті фестивальдің ірі оқиғаларының біріне айналды. Крупнейшие события фестиваля. Қазақтың халық әнін орындайтын Қазақ филармониясының әншісі Роза Бағланова. Қарғайып жүрек сүйгенін тіліп, болмай ләззет ешемі. Қамығып күндей жадырап күлмей, сенің сәулем мен сені. Қамығып күндей жадырап күлмей, сенің сәулем мен сені. Қамығып күндей жадырап күлмей, сенің сәулем мен сені. Милый мой, я тебе долго не видала, совсем свой такой сердце потеряла. Я смеяться разучился, сначала и томил, а душа моя горела от любви. Я смеяться разучился, сначала и томил, а душа моя горела от любви. На душе девичья ночь, больше ждать тебя не в мочь. Я звала, любимый, приходи. Из Будапешта на Роза родину Будапештен Багланова сол жолы вернулась дүниежүзілік фестиваль лауреаты атанып қайтты. Мәргәрет аралығындағы концертіміз тіптен тамаша өтті. Майя Плисецкая орындаған Аққудың жан тапсыру биі үлкен сенсация тудырса, мен ылғи программаны аяқтап отырдым. Білмеймін, әйтеуір сол жолы бағым жанды. Содан бері Будапешт мен үшін қымбат бойтұмар тәрізді. Біріншіден, Будапешт фестивалінен кейін мен жер жүзінің 49 елінде болдым. Біз киностудиямызға республика халық артисі Роза Бағланованы шақырып, Индия республикасына барған сапар жайлы әсерлерін ортаға салуын өтінген едік. Таяуда бір топ совет артистерімен бірге үкімет делегациясының құрамында достас Индия еліне барып қайттым. Бізді аса ыстық сүйіспеншілік ілтипатпен, құрметпен қарсы алды. Мен совет халқының Индия халқына деген құрмет сезімін жеткізу үшін сол елде жүріп, үнді халқының ұрламаңдаршы менің жүрегімді деген халық әнін үйреніп алған едім. Сіздерге сол әнді айтып берейін. 3 миллион халық отырған залда да, 3 миллионнан астам жұртшылық жиналған алаңда да ән айттым. Там я выступала.
талантты жас композиторлардың бірі Төлеген Мұхамеджанов. Сіздердің орталарыңызда қонақта. Бағанадан бері 5-6 ән тыңдадыңыздар. Добрый вечер. Мне сегодня очень приятно Қайырлы на кеш. этой сцене говорить. Бүгін мен осы сахнада сіздермен жүздескеніме Еще более приятно мне бір говорить қуанышты болсам, барша халқымыздың сүйікті әншісі Роза Бағланова туралы сөз алуыма одан да қуаныштымын. Я в Мен этом залда зале отырып, и думаю, бір адамның басына осыншама қасиет, Роза Жабаевна, ғажайып Роза ерекшеліктер Бағланова қалай в сейіп одном тұр деп лице таң могла қала ойға шомдым. совместить столько удивительного, что, понимаете, становится как-то не по себе. Как в одном человеке могло соединиться столько всего хорошего? Біріншіден, Роза Тәжбаевна аса көрнікті, көркем әйел. Это Екіншіден, аса ірі дарын. очень большой талант. Дарын болғанда, бүкіл халқымыздың мақтанышы. Я помню от себя совсем Тіпті кішірек бала кезімді Роза Бағланова әндерін әркез соншалық елтей тыңдайтыным есімде. таким вот эмоциональным подъемом и с большой любовью всегда слушал пение нашей Розы Баглановой. Ал сол ауыл баласы мен бұл кісіге арнап ән жазармын деп. Тіпті жазғанда өз үйінде, өз қолымен пісірген палаудан ауыз тие отырып жазам деп ойладым бекем. Просто Жабаева Роза Тәжбаевна өзінің асқақ әндерімен майдандағы жауынгерлерге қуат беріп, нағыз ерлерше майданның алғы шебінде жүрген адам. Великой Отечественной войны на передовых позициях. Ал сол көрген қиыншылықтарына, Буквально в смысле слова. соғыс ардагері болғанына қарамастан, То, что она ветеран, әлі күнге өңі таймағанына біз жастар умела сохранять әркез қызыға қараймыз. то ощущение молодости в жизни, что, я думаю, нам, молодым, просто завидно.
везде, и за границей тоже так же. Барлық Я жерде, ничего не виновата. тіпті Так шет как елдерде де народ жұртшылық осылай қабылдап Многие, жатса, некоторым оған нравится, кінәлімін бе? некоторым нет. Демек өнерім Я халыққа никогда ұнағаны. никому не жму, Ал я не ұнатпайтындар делаю, да я не бар. моргаю. Мен еш уақытта көрермен көбірек қол соқса екен деп тілемеймін. За что? Дегенмен өте ризамын. Я, конечно, Өте ризамын. очень благодарна. Я... Босқа өмір сүрмеген екенмін ау деп те ойлап қоям. Все-таки я не зря живу на земле. Халық та риза ғой. Да, конечно. Ну, вы же сами тоже видели по Казахстану, как понимаете. Иә, Это Қазақстанда почти в қалай қарсы алғанын течение- өзіңіз де көріп жүрген боларсыз. Это в течение 47 Міне, Нет, 47, 48 лет в течение. жоқ, 48 лет. 48 жыл бойы осылай. 48 жыл. Я Яғни, жарты ғасыр ғой. глубоко благодарна моему народу. Туған халқыма өте ризамын. Ни одного дня мне Шын не было, жүректен чтобы я ризамын. успокоилась там, что я думаю, что Осы күнге дейін өзім қанағаттанып, дамыл көріп, бір күн іші ыным тыныш тапқан емес. Что-то я сделала. И по сей день я считаю, что я ничего не сделала. Я могла бы еще больше. Халқыма бергенімнен берерім әлі көп сияқты. Мне очень много. Вот, хочу сделать еще лучшую программу. Бұрынғы жасаған концерттік программамнан артық программа жасағым келеді. От начала до конца. Және ойлай келе, Любви, что ли. ол программаны түгелдей сүйіспеншілікке, От махаббатқа начала арнасам ба до деймін. конца. От начала Бастан аяқ, бастан Кто аяқ. любит, тот всегда добрый. Кто любит, Өйткені сүйген адам қашан да мейірімді, кто любит, ақ жүрек, этот человек һәм делает то, ықыласты, что он. жаны сұлу болады. Я такому Мен әу бастан ақ осылай ойлайтынмын. Мәселен, вообще нужно все. алдыңа мақсат қойсаң, оны сүйе отырып орында.
шалдырған табындыдай шалдырдым ғой жүректі жабындай сағындың ба сен мені ай сағындың ба іңкәрім ай іңкәрім іңкәрім ай мені ойладың ба тойыңды ойладың ба іңкәрім ай іңкәрім іңкәрім ай мені ойладың ба тойыңды ойладың ба іңкәрім ай іңкәрім іңкәрім ай бір өзіңді жанардың нұры деген азап шектім махаббат мұңайменен қиянатқа қидың ба шынымен іңкәрім ай іңкәрім іңкәрім ай мені сағындың ба жүрмін жолыңдай іңкәрім ай іңкәрім іңкәрім ай мені сағындың ба жүрмін жолыңда іңкәрім ай іңкәрім іңкәрім ай мені сағындың ба жүрмін жолыңда іңкәрім ай іңкәрім іңкәрім ай мені сағындың ба жүрмін жолыңда іңкәрім ай іңкәрім іңкәрім ай іңкәрім ай іңкәрім іңкәрім ай іңкәрім ай
моя великая Родина, мой самый замечательный советский народ, моя прекрасная республика, мой народ. Большое вам спасибо за то, что вы такие добрые. Я делаю перед вами низкий поклон, пока бьется в моей груди сердце мое, я не перестану служить вам. Қадірлі достарым, құрметтеріңізге өте үлкен рахмет. Менің байтақ отаным, ардақты менің Қазақстаным, менің халқым. Мен сіздерден садаға болайын. Мың қатте рахмет.